Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін қауіпсіз қоғам туралы сөйлесеміз. Келіңіздер, бірге ойланып көрейік. Статистика бойынша Қазақстанда жыл сайын мыңдаған апаттар болады. Егер жаяу жүргінші жолағынан өтсек, жол ережесін бұзбасақ, өз өмірімізді сақтаймыз. Темекі, нашақорлық, қоқыс тастау — бұлар заңсыз әрі зиянды. Бұл қоқыстардың ішінде өте зияндары бар. Олар қоршаған ортаға ғана емес, адам денсаулығына да кері әсерін тигізеді. Қоршаған ортаның ластануы өмір сүрудің барлық нысанына әсер етеді. Заң мен тәртіпті сақтау үлкен қауіпсіздіктің кілті. Әлеуметтік желілерде бейнеңді, даусыңды бөтен біреулер қолдануы мүмкін. Интернет арқылы буллингке ұшыраған балалар туралы күнде естіп жүрміз. Заң бойынша кибербуллинг жазаға тартылады. Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі. Қауіпсіздігімізді сақтап жүрейік. Қауіпсіз қоғам — адамзаттың жарқын өмірінің кепілі. Қауіпсіз қоғам — менің таңдауым.